Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бірлік ауылы, Бірлік орта мектебінің биология пән мұғалімі Оспанова Айнұр. Бүгін біз сіздермен 7-ші сыныптың жүре пайда болған және тұқым қуалайтын белгілер тақырыбында сабақ өтеміз. Бүгінгі біздің мақсатымыз үздік және үздіксіз өзгергіштіктің мысалдарын келтіру. Жалпы 10-ші бөлімді тұқым қуалаушылық және өзгергіштік бөлімін бастаған кезде біз тұқым қуалаушылық туралы толық мәлімет алған болатынбыз. Ал осы тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік барлық тірі ағзаларға тән жалпы қасиет екенін де білеміз. Және осы тұқым қуалаушылық пен өзгергіштікті зерттейтін ғылым саласын генетика екенін біле жүрейік. Тұқым қуалаушылық ағзалардың өз ата тегіне ұқсау қабілеті болса, өзгергіштік тірі ағзалардағы өз ата анасынан ерекшеленетін жалпы қасиет болып табылады. Алдыларыңызда үздікті өзгергіштік пен үздіксіз өзгергіштікке мысалдар тұр. Үздікті өзгергіштік ол көздің түсі, қан төбі, жынысы. Ал үздіксіз өзгергіштікке бойы, салмағын жатқызуға болады. Ал өзгергіштік дегеніміз не? Өзгергіштік тірі ағзалардың жаңа белгілерге ие болу қасиеті. Өзгергіштік бізде фенотиптік және генотиптік болып бөлінеді. Фенотиптік ол айқындалған топтық, тұқым қуаламайтын белгі болса, генотиптік ол айқындалмаған жеке тұқым қуалайтын белгі. Фенотиптік ол модификациялық өзгергіштік болып, ал генотиптік мутациялық және комбинативтік болып екіге бөлінеді. Модификациялық өзгергіштік ол тұқым қуаламайды. Модификациялық өзгергіштік деп гендердің, хромосомалардың, генотиптің өзгеруіне байланыссыз қоршаған орта факторларының әсерінен организмнің ортаға бейімделіп, фенотипін өзгеруін айтады. Ал қандай сыртқы орта факторлар осы өзгергіштік әсер етуі мүмкін? Ол әрине температура, ылғал, жарық, қоректік заттар және тағы басқалары. Жануарлар мен өсімдіктердің жеке даму барысында морфологиялық, физиологиялық, анатомиялық, биохимиялық және басқа да ерекшеліктерінің өзгеретіні байқалады. Модификациялық өзгергіштік организмнің көбею жолдарына, қандай биологиялық түрге жататындығына және өсу ортасына байланысты. Ол жер бетіндегі барлық тірі организмдерге тән қасиет. Жалпы осы модификациялық өзгергіштікке мысал келтіретін болсақ, ақш-та бір жұмыртқалы егіз қыздар кішкентай кездерінде әртүрлі отбасы асырап алған. Олардың біреуі оңтүстік штатта, екіншісі солтүстік штатта өскен екен. 21 жылдан кейін екеуі кездескен. Сол кезде оңтүстікте өскен қыздың бетінде секпіл болған, ал солтүстікте өскен қыздың бетінде секпіл жоқ болған. Секпіл шығуы осы екі қыздың генінде де болған. Ал неліктен оңтүстікте өскен қыздың бетінде ғана секпіл бар? Бұл жерде сыртқы орта факторынан осындай өзгеріске ұшыраған. Яғни оңтүстікте ультракүлгін сәулесі көп түскендіктен секпіл шыққан. Ал солтүстікте ультракүлгін сәулесі жеткіліксіз болғандықтан ол қызда секпіл болмаған. Осыдан қорытынды жасайтын болсақ, модификациялық өзгергіштік, яғни тұқым қуаламайды және оған сыртқы орта факторлары тікелей әсер етеді. Екінші генотиптік өзгергіштікке тоқтайтын болсақ, оның ішінде мутация. Мутация ол жалпы латын тілінен аударған кезде mutation, өзгеріс деген мағынаны білдіреді. Мутациялар генетикалық материалдардың сыртқы және ішкі факторлардың әсерінен өзгеруі. Мутация генотиптің де, фенотиптің де өзгеруімен жүреді және ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады. Яғни тұқым қуалау жүреді. Мутациялар кенеттен және серпілмелі дамиды. Және осы мутация терминін ғылымға енгізгенімізде дефрис.
Мутация дегеніміз қандай да бір белгіге әсер ететін генетикалық материалдардың аяқ астынан өзгеруі. Ата бабасында болмаған мүлдем жаңа қасиетке ие болу үшін мутация жүруі керек екен. Ал генетикалық материалдар дегеніміз не? Әрине ол бізде ДНК және ол ДНК-да тұратын гендер мен хромосомалар. Олар қалай өзгеруі мүмкін? Олар өзгере алады. Яғни қалай өзгеріске шалдығады? Бұлар көбінесе радиация, химиялық заттар өрісі, рентген сәулесі және басқа тағы заттар әсер еткен кезде болады екен. Мутация салдарынан арғы тегінде ешқашан болмаған жаңа белгілер немесе қасиеттер пайда болады. Егер бұл өзгерістер пайдалы болса, ағза мутантты емес туыстар алдында артықшылыққа ие болады. Оның тірі қалуы және осы пайдалы мутацияны ұрпақтан ұрпаққа беру мүмкіндігі жоғары болады. Ал егер мутация зиян болатын болса, онда дара тіршілігін жояды немесе ұрпағы аз болады екен. Пайдалы мутацияларды іздеудің өсімдіктердің жаңа жақсартылған сұрыптарын алу үшін және жануарлардың ірі тұқымдарын алу үшін практикада қолдануға маңызы өте зор. Және балалар, бүгін біз сабағымызда қолданған жаңа термин сөздерді дәптерлерімізге жазып алайықшы. Және менімен бірге қайталаңыздар. Тұқым қуалаушылық, наследственность, heredity, өзгергіштік, изменчивость, variability, модификациялық өзгергіштік, модифицированная изменчивость, modified variability, мутация, mutation, генетика, genetics. Осы термин сөздерді дәптерлерімізге жазып алайық. Және сіздерге тапсырма бермекпін. Алдыларыңызда сіздерде бірнеше сурет берілген. Бұл қандай белгілер және олар тұқым қуалай ма? Осы сұрақтың жауаптарын және алдағы берілетін тапсырмаларды сіздер комментарий есебінде немесе соткаға WhatsApp арқылы жауабын қайтарсаңыздар болады. Және бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Ағзадағы барлық белгілерді қалай бөлеміз? Және өзгергіштік бізде нешеге бөлінеді? Генотиптік өзгергіштік қалай бөлінеді? Ата-анасында болмаған тұқым қуалайтын өзгерістер қалай аталады? Қандай да бір белгіге әсер ететін генетикалық материалдардың аяқ астынан өзгеруі не деп аталады? Осымен сабағымызды аяқтай отырып, сіздерге тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын белгілі бір аурулар туралы қысқаша мәлімет жазып, немесе аурулардың атауларын жазып, комментарийға қалдыруларыңызды сұралады. Назар бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.